құрметті қонақтар, келесі спикерімізге сөз кезегін берейік. Соңғы спикеріміз ән үйретудегі демалу жолдары және оның әдіс тәсілдері тақырыбымен Астана қаласы әкімдігінің Роза Бағанова атындағы нөмірі 2 балалар музыка мектебінің дәстүрлі ән сыныбының оқушысы Бейсенова Назира Оразқызына сөз кезегін берейік. Сайт осы жүресіздер ме? Сәлеметсіздер ме? Ұстаздар, оқушылар, дәстүрлі ән өнері дейміз. Дәстүрлі ән өнері тек қана бір сабақ ретінде қойғанмен, оған кіретін дүние өте көп. Біріншіден, демалу, дауыс ояту, дауысқа арналған жаттығулар. Екіншіден, өз-өзімен аспаппен сүйемел жасау, өз-өзіне жақсылап тұрып сүйемелдеу. Домбырамен болсын, жаңағы сырнай, күй-сандық дейміз, жетігенменен өз-өзіне сүйемелдеу керек. Және де тек қана ол емес, өз-өзін сахнаға үйрету, тіл мәдениеті, дикциянт тазалығы, өз-өзін үлкен сахнаға үйрету. Бұның барлығы бұл бір дәстүрлі ән біздің сабағымызға кіреді. Жаңағы ақында көшіре салса бола ма? Енді қарап отырсаңыздар, біздің ең басты табалдырығымыз ол жаңа дыхание. Дем. Қалай дем аламыз? Сол дем аламыз. Және де ауыз қуысынан кірген деміміз диафрагма дейміз ғой. Әншілердің демі бөлек. Диафрагма дегеніміз ол көгет дейді. Көгет, міне, әншілер осы жерге дем алады. Қалай дем алады? Қазір оны барлығымыз көрсететін боламыз, жаттығуымызды орындаймыз. Көбі түсінбей жатады балалар, өйткені олар кішкентай, олар әлі ұқпайды. Біз күнделікті спортивный дыханиемен әнші емес, өнерге қатысатын адам емес, спортивный дыханиемен дем алады. Бірақ біз, міне, диафрагмамен дем аламыз. Диафрагмамен дем алып, үнемдеп демімізді шығарамыз. Және де көптеген балалар түсінбей жатады. Жаңа ғана келген оқушыға қалай біз түсіндіреміз. Енді әр ұстаздың өз методикасы, өз тәжірибесі бар. Мен өзім балаларға ішіне аламыз деп айтамын, бірақ оны ішті жинауды да үйрету керек. Өйткені ол бала болғандықтан, ол көп нәрсе түсіне қоймайды. Соны түсіндіру кезінде келе ғой. Томирис менің оқушым, Рамазан Томирис. Кәне, демді ала ғой. Қандай дем береді? Үнемдеп демін шығарамыз. Және демге арналған кішігірім жаттығулар жасаймыз. Үзік-үзік дем алып, үзік-үзік демді шығарамыз. Біз ерін ауыз қуысымызды, ернімізді демді үнемдеу арқылы кішкене қысылқырап демімізді шығарамыз. Осындай жаттығулар арқылы біз демімізді жинаймыз, және де бала түсіне бастайды. Ән айту барысында қалай дем алғаны. Тағы да бір жасап көрейік. Жақсы тән. Енді апайымыз айтып отырғандай, кішкентай балаларға көшедегі иттер қалай дем алады деп түсіндіре бастаймын. Бала тіліменен түсіндіремін да. Иттердің іштері бүйтіп қабысып атады ғой. Тура сол демді жасағанда, кәдімгідей біздің ішкі құрылысымыз барлығы өзі тартылып, деміміз, диафрагмамыз барлығы тартылып, жаңағы деміміз бәрі тұрақтала бастайды. Және де мынандай үшінші жаттығуымыз, демді аламыз. Қайтадан үстіне үш дем аламыз, кішкентай ғана. Демді шығарамыз. Демімізді үзіп-үзіп тағы үшінші шығарамыз. Соңынан тағы бір көрейік. Ал балалар барлығымыз тұрып бірге жасап көрсек. Қалай қарайсыздар? Демді аламыз. Көгетке диафрагмаға дем аламыз.
Және үзіп үш рет дем аламыз үстінен. Демімізді шығарамыз. Үзіп үш рет демімізді соңына дейін шығарып тастаймыз. Ол демге арналған жаттығу. Кеттік бәріміз бірге жасайық. Демді үнемдеп шығарамыз. Ернімізді қысамыз. Тағы бір рет жасап көрейік. Тағы бір рет жасап көрейік. Жақсы, бәрекелді. Байқадыңдар, я? Бізде диафрагмальное дыхание дейді, кәдімгідей күш түседі. Нашақ ақын деп айтуға болмайды еді. Енді балалар, біз распевкамызды бастасақ. Ән айту барысында, мен балалар сабаққа кірген кезде амандығымды былай жасаймыз бірден. Сәлеметсіз бе? Неліктен? Деген дыбыс таңдайымызды көтеріп, көмекейміз ашады бірден. Сәлеметсіз бе? Таңдай көтерілгенде баланың дыбысы дұрыс шығады. Жаңағы демімізді қосып, бірден ха, осындай позиция болады. Күнделікті ән айтқан баланың таңдай көтеріңкі болса, дыбыста дұрыс болып, ән айтқан кезде дыбыста жақсы болып дұрыс шығады. Және распевкамызды бастаймыз. Келе отырыңыз. Бірінші распевкамызға ауыз қуысымызды босатамыз. Бұл распевка дұрыс орындалса, басымыз кішкене айналу керек. Онда басқа барлығына ауа бар деген сөз. Жоғарғы дыбысымыз ашық болу үшін, жоғарғы дыбысқа жету үшін, ол жаңағы фальцетімізді қосылған сайын, біздің де дыбысымыз өсе бастайды. Енді үшінші жаттығуымыз, көп балалардың саған түсінбей жатады ғой. Таңдай қалай көтеріледі, дыбыс неге алға ұшпайды. Пасыл деген нәрсе бар, пасыл болса деген. Осы жаттығу соған арналған ра, ре, ри, ро, ру деп, таңдай тура осылай таңдай ашып айтқан кезде дыбысымыз тура ұшады.
барлығы біркелкі жұмыс жасайды. Ал енді құрметті қонақтар, көрермендер, осы жаттығуды барлығымыз бір орында алсақ, қалай қарайсыздар? Ра деген дыбыс тек қана дауыс ашу емес, жаңағы біздің ауыз қуысымыздың положение пенен дейді ғой, соны дұрыс ұстай білу үшін өте тиімді, өте жақсы жаттығу. Ра, ре, ри, ро, ру. Осы жаттығуды барлығымыз бірге орындап көрейік. Тағдайымыз көтереміз, күлімдейміз, иә? Есінегендей боламыз. Енді барлығымыз. Ра, ре, ри, ро, 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 Ал енді адамның диапазоны, адамның дауыс шығаруы, біздің связкамыз дейді, біздің дауыс шығаратын сіңірлер болады. Ол сіңірлердің физиологияға, адамның табиғатына байланысты ұзын сіңірлер болса, диапазонымыз да ұзын болады. Жуан болса, жаңағы дауысымыз, тембрімізге байланысты барлығы осы связкаға байланысты болады. Сол себепті әрдайым айтамыз, связкамызды күтіп жүреміз, связкамызды күтіп, жаңағы адамның дауысына, қалпына бірдей диапазоны қандай, сонда ән айтқанымыз дұрыс. Ал енді дыханиемен қосылып осы жаттығуларды орындасақ, баланың дауысы ұшады, және де дауысымыз қалыпты, әдемі, үніміз дұрыс шығып, жеткеге емес, посылымыз жақсы болып, дауысымыз ұшатын. Осындай әнімізді жақсы орындауға, осындай керемет жаттығулар жасауға болады. Келе қойсаң ерейіз. Бүгін біз кереметтей бүкілі ыбырай әнінің гәп әнін алып отырмыз. Келесі слайдымызды көріп отырамыз. Ал енді сабағымыз барысында тек қана запистен емес, үнтаспадан емес, өзімізді ән айтып беріп жатамыз балаға. Енді шамам келгенше менде бір гәп көңілі бір шумағын қайрайын дегенменде өздеріңіз байқап отырғандай тұмау деген нәрсе болмай жатыр.
Үкілі ыбырай туралы не білесің, қандай әндері бар? Гәккудің қанша түрі бар дейді? Үкілі ыбырай бұл қазақтың белгілі әншісі, композитор және сазгер. Оның Қаланал, Гәкку, Қалдырған, Толқын, Қараған деген және де орындап жатқан гәккуіміз Күләш Байсейітованың айтып өткен гәккудің варианты болды. Гәккудің көптеген түрлері бар. Енді гәккудің түрлері дегенде қандай көңіл күймен, қандай жерде қалай айтылды. Және де айтады ғой, бірінші түрі, екінші түрі. Мысалы, бір отырыста керемет қалай айтылды, соны жаңағы ауызша түрде басқа бір солай жеткізді. Және 4-5-6 түрі бар, 9 түрі бар деп жатады. Гәкку деген өте керемет бүкіл елге, жерге танымал ән. Үкілі ыбырайымыз тек қана сол әнмен ғана шыны керек барлығынан болашақты деп мен өзім де ойлаймын. Өйткені бұндай ән Брусиловский өзі Қыз жібек операсында осы гәккуді жаңағы әнлік мотиві ретінде алып, осы гәккуді айтқан. Және де тағы да бір көріп жүрейік гәкку әнімізді бастамасында. Кішкене дыбыстары демді жақсылап аламыз, таңдайымыз көтеріп, дыбысты ұшырамыз. Және де жаңағы төменгі дыбыстарда ұстаймыз, кішкене дыбысты ұстаймыз. Фортепианомыз қатты ойнап, кішкене ақырын айт деп айтасыз ба, Нұрдәулет ағай? Одан да қысқа айтыңыздар. Енді шыны керек, кішкене ауырғанын есірден де ренжімеңіздер. Ойламаңыздар, абай неге мыңғылдап отыр деп тұмау болмай жатыр. Сотымыз апай, кәсіп сотымыз. Кішкене көтеремін. Алтын егері. Оған дейін біраз жүлделі орын алған.
әртүрлі әнді бағдарламалар жасап сабақ қылған өзім болатынмын. Бірінші мұғалім ұстазы және де 5 жылдық ұстазы етіп, 4 жылдың кемінде осы қыздар Назбоңғыр ансамблі келе қойды. Назбоңғыр ансамблі.
басшылығына, осындай керемет сабақтар ұйымдастырып жатқандарыңызға көптен көп рахметімді айтамын. Осындай өнерлі балаларымыз, домбыра ұстаған баланы көрсем шыны керек өзім қатты қуанамын. Осы біздің болашағымыздың арқасында дәстүрлі өнеріміз қалыптап жүре берсін, ешқашан өшпесін деймін. Балаларымыз әрдайым болашағымыз, олар біздің аманат, ән бізге аманат болғандықтан, соны осы балаларға жеткізгеніміз. Өтемін сізге рахмет. Назарларыңызға рахмет. Балаларымызға көптен көп рахмет, қыздар.